1859 жылы Чарльз Дарвиннің «Түрлердің шығу тегі» атты ғылыми еңбегі жарыққа шығады. Бұл сол кездегі ғылыми ортадағы сенсациялық жаңалық болды. Мұндай жаңалық ашқан ғалымдар әдетте ұзақ демалады, ал енді біреулері өмірінің соңына дейін сол еңбегін дамытумен айналысады. Сондай ғалымдардың бірі Дарвин сенсациялық жаңалығын одан әрі жетілдіру бағытында тынымсыз еңбек пен ізденіс үстінде болды. Ол күн ұзаққа өсімдіктердің тіршілігін бақылаумен болады. Сағат сайын Дарвин блокнотына шимайлап сызықтар сызады. Бұл сызықтар күннен күнге көбейе береді. Сөйтсе Чарльз Дарвин өсімдіктердің байқалмайтын баяу қозғалыстарын бақылаған екен. Өсімдіктерде қозғалыстың негізгі түрлері трапизм, таксис, настия және нутация. Трапизм грек тілінен аударғанда бұрылыс, бағыт деген мағынаны білдіреді. Бұл өсімдіктердің немесе олардың мүшелерінің тітіркендіргішке бағыттала қозғалуы. Бұған өсімдіктің күнге қарай бағытталып, жоғары қарай өсуі. Гелиотропизм тамырлардың жер ортасына қарай төмен бағытталуы геотропизм мысал бола алады. Өсімдік бұдан басқа жарық көзіне бағытталып та өсе алады. Гелиотропизм оң, жылы сүйгіш өсімдіктердің күн көзіне бағытталып өсуі. Геотропизм теріс, банан ағашының жемісі орналасатын өсі жаңа түзілген кезде төмен қарай өседі, ал гүлдері қураған соң жоғары қарай бағытталып өсе бастайды. Бұл теріс геотропизмге мысал. Таксис гректен тілінен аударғанда орналасу. Еркін қозғала алатын төменгі сатылы өсімдіктердің бір жақты тітіркендіргіштермен, мысалы жарық, ылғал, электр тоғы, тағы басқаларының тітіркендіруге жауап беруі. Сондай-ақ жеке жасушалардың қозғалу реакциясы. Хламида монада балдырының қозғалысы. Настия грекше көнбістену. Өсімдік органдарының төменгі немесе жоғарғы ұшындағы жасушалардың біркелкі өспеуінен немесе сол жасушаларда тургор қысымының бірдей болмауынан болатын құбылыс. Мысалы, көптеген өсімдік гүлінің таңертең ашылып, кешке қарай жабылу үрдісі. Қызғалдақ күлтесінің ашылуы. Нутация грекше тербелу, бұратылу. Өсімдік органдарының тербеле қозғалуының нәтижесінде белгілі бір трекке орала өсуі. Бұл өрмелеп өсетін лиана өсімдіктеріне тән. Жүзім ағаштарының мұртшасы арқылы өрмелеп өсуі.